неменеңе сораңды ағызып, жылап тұрсың? Ну что ол сен тастап кетті? Ну что ол сен жігітің? Мен сияқты стильдеп, киініп, баянып жүре берсеш, он жігіт тастап кетсе жүр ғой, құрсын. Терең демал, жылама. Айка жылама деймін, Айка жылама. Кішкене өз-өзіңнің самооценкаңды көтеріп, өз-өзіңе қарап, кішкене сөйтіп жүрсейші, не ол жылап сықтап? Енді кеткен адамды өсектеп қал дейді ғой, сол Бақтыбай маған көре сабынаған жоқ, сразу ұнамаған. Болды, Бақтыбай звондаса алмайсың, сообщениесіне жауап бер. Пішті, мой герой деп сохранить қойыпты ғой. Алло, Бақтыбай, привет демей ақ қойшы маған. Айка трубканы алмайды, я қатты ауырып жатыр. Кешегі сенің сөздеріңді көтере алмай жатыр. Қатты ренжітіп қойыпсың ғой, қызы. Звондамашы вообще. Айка, бол сол ынжық үшін жылайсың ба? Жылама болды. В смысле ол ынжық емес? Ынжық ал, тағы да айтам, ынжық не істеп аласың? Сендер уже татуласып алдыңдар ма? Айка, осылайын араласпай қояқ, ынжығымен құрып кетші.